Сәлем оқушылар, бүгін біз сіздермен бірге Астана болашақтың қаласы 6 сынып Арман Фло баспасын талдаймыз. Бүгінгі сіздерге өтетін тақырып неологизмдер. Нео жаңа деген мағынаны білдіреді. Яғни бүгінгі заманда шыққан сөздерді біз неологизмдер деп атаймыз. Неологизм сөздерді қатыстырып тақырыпқа атты 7-8 сөйлем жазыңдар дейді. Бұл соның үлгісі, дәл осылай жазу міндетті емес. Келесі берілген сұрақтарға жауап беріңдер. Ресми сөздер мен дайын тіркестерді орынды қолданып диалогқа қатыстырыңдар. Егер сәулетші болсаңдар, Астана қаласында қандай ғимарат салар едіңдер? Екінші, оқылым мәтіндегі Астана туралы ой толғанысқа қандай пікір қосар едіңдер? Төртінші, емле ережелеріне сеніп пунктуациялық қателерді түзетіңдер. Мұнда толық түзетілген несі белгіленген жауабы. Және бесіншісі, үй тапсырмасы, неологизм сөздерді қолданып Астананың туған күніне орай құттықтау хат жазыңдар. Дәл осылай жазу міндетті емес, бірақ осыған қарасаңыздар болады. Еліміздің еңселі символына айналған ерекше мекен Астана, жаңа жасың құтты болсын. Экономика жағынан қарыштап, сәулет өнеріңмен бізді тамсандыра бер. Әдемі ғимараттарың бой көтере берсін. Сені барлық адам жақсы көреді, сол барша халықтың сүйіктісі болып жүре бер. Бәйтерекке барша халық қалай қызықса, мен де соған қолымды қойып арманымды айтқым келеді, себебі сен болашақтың жалғасысың. Сен Қазақстанның мақтанышысың. Яғни бұл жерде неологизм сөздер экономика, символ, сәулет өнері, бәйтерек деген сөздерді алуға болады. Осымен үй тапсырмасы аяқталды. Сау болыңыздар.